мінекей 15 сантиметр тоқып алдық. Бұл бізде қолтыққа дейінгі өлшем. Бұл жерде сіз әркім өзінің жасына қарай, өзінің тоқып жатқан жилеткасының размеріне қарай алады. Бірақ барлығында бірдей убавка жасалады. Қазір убавка жасауды көрсетемін, қолтығын шығаруды көрсетемін. Менің жилеткам жалпы 30-35 сантиметр болады. Мен 15 сантиметрін тоқыдым. Ендігі 15 сантиметрді қолтық шығарып, иыққа дейін тоқимын. Қолтығы менде шамалы үлкендеу болады. Қолы шығатын жер емін-еркін бала қимылдау үшін. Және де біз соңғы төменгі жағына 5 сантиметрге резинка тоқимыз. Сонымен 35 сантиметр шығады. Сіз өз өлшеміңізге қарай өзіңіз есебін шығарып тоқисыз. Енді қалай қолын шығарамыз, қалай бөлеміз деген кезде біз екіге бөлдік қой алдында. Менде яғни 120 петля не болды, столбик с накидом 120 болды. Енді оны екіге бөлеміз. Екіге бөлгенде 60 шықты. 60 яғни арқасына аламыз. Спинкаға 60 петля аламыз. Ал енді 60-ты екіге болып, міне полочкаға 30-30-дан аламыз. Яғни 30-30-60 болады. Арты 60 болады. Арқарай қалай тоқимыз? Мінекей. Аяқтаған жерімізден көрсетейік. 1, 2, 3. Алдыңғы қатарлардағыдай қалыпты жағдаймен жалғастыра береміз. 27-ші петляға келгенде тоқтаймыз. Осылай жалғастыра береміз. Қазір 27-ші петляға келген кезде арқарай көрсетемін. Міне 27 столбик тоқыдық. Енді 28-сін тоқимыз. Осы жерде убавка жасалады. 29-ші мен 30-ші столбикті біріктіріп тоқимыз. Міне 29-ші столбикті жартысынан аламыз. Бізде крючокта 2 петля қалу керек. 30-шыны дәл солай аламыз. Міне 3 петляны біріктіріп аламыз. Мінекей 29 пен 30-ды осылай біріктіреміз. Жалғастырамыз. Келесі қатарға өтеміз. Айналдырамыз. 3 столбик, міне екеуін біріктірдік. Оның үстінде 3 воздушныйдан тұратын 1 столбик болады. Енді келесіге тағы да убавка жасаймыз. Міне екеуін тоқимыз. Тағы да келесін екеуін тоқимыз. Үшеуінен бұлай шығарып аламыз. Осылай убавка жасаймыз. Келесі столбиктарды осылай жалғастыра береміз. Бір қалыпты қатардың соңына дейін. Міне, сонда бізде жаймен қолтығын шығарамыз. Міне екінші қатарды аяқтап, үшінші қатарды тоқып шықтым. Енді бұлай келген кезде қайтадан убавкаға келдік. Ол жерін тоқимыз.
Так, убавканы мына 3 воздушный петлямен мынау убавка жасалған бір петлядан алатын боламыз. Оған дейінгі 2 петляны тоқимыз. Екінші, енді убавка. Міне. Жартысынан 3 воздушный петлядан аламыз. Мінекей, екеуінен өткіземіз. Үшеуінен өткіземіз. 3 воздушный аламыз. Айналдырамыз. Тағы да убавка жасаймыз. Екеуінен аламыз. Келесінің екеуінен аламыз. Үшеуінен өткіземіз. Тағы да убавка жасалды. 1, 2, 3, 4 қатар убавка, 5 қатар негізі мен жасаймын убавка. 5 қатар жасаған убавка нормально болады. Ал сіз өздеріңіздің тоқып отырған жилеткаңыздың размеріне қарай өзіңіздің көз мөлшерімен убавка жасап аласыз. Осылай тоқып шығамыз. 5-ші қатарда кездескенше. Міне 5-ші қатарға келдік. 5-ші убавкаға. Міне 1-ші убавка, 2-ші, 3-ші, 4-ші убавка. Міне 5-шісін тоқимыз. Мына жерде бір столбикті тоқимыз. Толықтай. Мына жерде убавка. Міне. Аламыз. Екеуінен өткіземіз. Тағы да 3-ші воздушный петлядан бір столбик аламыз. Екеуінен өткіземіз. Үшеуінен өткіземіз. Келесі 6-ші қатар. Бұл жерде ешқандай убавка жасамаймыз, прибавка жасамаймыз. Тек алдыңғы қатарда қалай тоқыдық, солай әр столбиктен бір столбик шығарып тоқып отырамыз. Және келесі міне енді мына жерден бастап жоғары қарай иықтың өлшеміне жеткенше ешқандай прибавкасыз, убавкасыз осылай тоқып шығамыз. Бұлай. Ешқандай убавка жасамаймыз, прибавка жасамаймыз. Осылай 15 сантиметрге жеткенше тоқып шығамыз.